Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын түрлі түсті сосиска дайындайтын боламыз. Егер сіз дүкеннің сосискасын жей алмайтын болсаңыз, міндетті түрде осы сосисканы дайындап көріңіздер. Отбасыңызға, өзіңізге бірден ұнайды. Және қазіргі уақытта көп қыз-келіншектеріміз осындай сосиска дайындап табыс тауып отыр. Сізде осылай дайындап табыс көзіне айналдыруыңызға болады. Ендеше сосискамызды дайындауға кірісейік. Алдымен бізге осылай жұмсақ ет қажет болады. Етімізді жақсылап жуып, тазалап аламыз. Етіміздің арасында бездер, үйіп қалған қандар болуы мүмкін. Соның барлығын мұқият қарап, алып, тазалап аламыз. Міндетті түрде алып тастаңыздар. Келесі тауық етінде дәл солай жуып, тазалап аламыз. Арасында осылай үйіп қалған қандар болуы мүмкін. Соның барлығын міндетті түрде алып тастаңыздар. Үй жағдайында қолда дайындаған сосисканың бір жақсысы осылай өзіңіз тазалап, дайындап, көзіңізбен көріп, жақсылап дайындайсыз және балдарыңызға қорықпай беретін боласыз. Міне осылай етімізді турап аламыз және бірінен кейін бірін мясорубкадан өткіземіз. Мен бұл жерде тауық етін, сиыр етін және қойдың құйрық майын пайдаландым. Осы етімізден осыншама артық қалдықтар шықты. Оның барлығын үйде жасағандықтан осылай өзіміз тазалап аламыз. Енді ішектерге келсек, бұл ішектерді мен арнайы магазиннен тапсырыс берген болатынмын. Бұл ішектер өзі жуып, тазалап, тұзға салынып келді. Сонда да мен өзім жуып, жақсылап тазалап алдым. Сіздерде арнайы магазиннен немесе базардан алсаңыздар болады, тазаланғаны немесе өзіңіз тазалап алсаңыздар да болады. Келесі біз шпинат дайындайтын боламыз, яғни 150 грамм шпинатты жуып, тазалап, кептіріп аламыз және үстіне 200 миллиграмдай су құйып, блендердан өткіземіз. Міне осылай өткізіп аламыз. Келесі 1 килограмм тауық етін алып, үстіне тұз, дәмдеуіштерді салып, барлығын салып болғаннан кейін жаңағы дайындаған шпинатымызды құямыз және жақсылап бірдей қылып араластырамыз. Дайын фаршымызды осылай арнайы шприц көмегімен ішектерімізге салып шығатын боламыз. Егер сізде бұндай шприц болмаса, үйдегі мясорубканың насадкалары болса, содан пайдалансаңыздар да болады. Міне осылай ішекке саламыз. Ішекпен жұмыс жасағандықта өте мұқият болыңыздар, аккуратно жасаңыздар, себебі жыртылып немесе жарылып кетуі мүмкін. Қатты тығыз салмаңыздар, кішкене бостау қылып салыңыздар. Міне осылай екі шетін ішекті байлап аламыз және ортасында оңға солға бұрап бөліп аламыз. Егер сізге бұлай жасау ыңғайсыз болса, онда жіппен байласаңыздар да болады. Келесі бізде қызылшадан дайындалатын сосиска, оғанда 1 килограмм тауық етін алып, дәмдеуіштерді салып, және осылай бір свекланы алып, жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Блендердан өткізіп, осылай сүзгіштен өткізіп, фаршымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Бәрін бір келкі араластырыңыздар. Міне дайын болған фаршымызды жаңағыдай шприцімізге салып, тағы да ішектің ішіне салып шығатын боламыз. Ішектің ішіне барлығын бұлай қатты тығыз салмаңыздар, себебі қайнатқан кезде немесе пісірген кезде жарылып кетуі мүмкін, сондықтан кішкене бостау етіп саламыз. Осылай аккуратно жарылып кетпеу үшін жайлап салып шығамыз. Міне осылай дайын болды. Енді келесі бізде
сиыр етінен дайындалатын сосиска. Бұл жерде мен 800 грамм сиыр етін, 200 грамм тауық етін және қойдың құйрық майын пайдаландым. Және 200 мг су қостым. Су қосқаным себебі фаршымыз тұрып қалмай барлық жерге бірдей жету үшін. Осылай шекке салған кезде фарш тұрып қалмау үшін су қосылады. Бұны да жайлап бостау қылып ішектерге салып шығамыз. Егер сізге бұлай ішекті байлау ыңғайсыз болса, онда жіппен байласаңыздар да болады. Келесі сары түсті сосискамызды да дәл сол әдіспен дайындаймыз. Дайын сосискаларымызды осылай табаққа салып, үстінен қайнап тұрған су құйып, термообработкадан өткіземіз. Яғни осындай қайнаған суда 30-40 минутқа қалдырамыз. Осылай біздің сосискаларымыз жартылай дайын болады. Содан кейін осылай майға, сары майға немесе өсімдік майына, зәйтүн майына қуырып немесе буға пісіріп, суға қайнатып жесеңіздер болады. Дәмі енді керемет болып шығады. Отбасыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Дайындап көріңіздер. Егер сіз табыс табамын, саттыққа шығарамын дейтін болсаңыз, онда мен ол үшін сізге бөлек рецепт қалдырамын. Рецепт бөлімінен асықпай қарап алыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.